Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Біздің 3-ші модуліміз жалғасуда. Өткен сабақта біз трансмиссиялық электрондық микроскопияның жалпы жұмыс принципімен таныстық. Ал бүгінгі 2-ші тақырыбымызда осы ғажап құрылғының ең басты ішкі механизмдеріне үңілеміз. Бүгінгі дәрісіміз электрондық пушка және линзалар деп аталады. Бұл сабақ сіздерге микроскоптың ішінде электрондардың қалай пайда болатынын және олардың қалай басқарылатынын түсінуге көмектеседі. Сонымен біз бүгін темнің жүрегі саналатын екі негізгі жүйені талқылаймыз. Олар электрондық пушка және электромагниттік линзалар. Кәдімгі оптикалық микроскопта біз жарық шамын және шыныдан жасалған үлкейткіш әйнектерді қолданамыз. Ал темде жарықтың орнына электрондық пушка, ал шынының орнына магниттік линзалар қызмет етеді. Осы екі жүйенің мінсіз жұмысы ғана бізге металдардың атомдық деңгейдегі құрылғысын көруге мүмкіндік береді. Электрондық пушканың темдегі рөлі қандай? Оның басты міндеті өте жоғары энергиялы электрондар ағынын генерациялау. Дәл осы электрондар ағыны біз зерттеп отырған металл үлгісін кесіп өтіп, оның ішкі құрылымы, дефектілері мен фазалары туралы құнды ақпаратты өзімен бірге алып шығады. Электрондардың сапасы біз алатын соңғы кескінің айқындығына тікелей әсер етеді. Электрондық пушка неден тұрады? Оның құрылғысы қарапайым көрінгенмен өте дәл реттелген. Ол үш негізгі элементтерден тұрады: катод, виниль цилиндрі және анод. Бұл үш бөлік бірлесе отырып, электрондардың пайда болуын, олардың бір арнаға жиналуын, реттелуін және орасан зор жылдамдықпен үдетілуін қамтамасыз етеді. Қазір біз осылардың әрқайсысына жеке-жеке тоқталамыз. Бірінші элемент катод. Бұл электрондардың туатын жері. Катодты қатты қыздырған кезде термоэлектрондық эмиссия құбылысы нәтижесінде одан электрондар бөлініп шыға бастайды. Металлургиялық темдерде катод ретінде көбінесе В тәрізді иілген вольфрам сымы немесе лантан гексабаридінің кристаллы қолданылады. Вольфрам арзан әрі төзімді болса, гексабарид кристаллы әлде қайда жарық әрі тұрақты электрон ағынын береді, бірақ ол жоғарырақ вакуумды талап етеді. Катодтан ұшып шыққан электрондар жан-жаққа шашырап кетпеу үшін не істеу керек? Бұл жерде іске екінші элемент виниль цилиндрі кіріседі. Ол катодты қоршап тұратын және теріс зарядталған арнайы қақпақша. Теріс заряд электрондарды бір-біріне қарай итеріп, оларды өте жіңішке бір нүктеге шоғырландырады. Сонымен қатар, ол электрон ағынының ток тығыздығын реттеп, оның тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Үшінші элемент анод. Электрондарды жинақтадық, енді оларға күш беру керек. Анодқа өте жоғары оң кернеу беріледі. Осы орасан зор кернеудің күшімен электрондар жарық жылдамдығына жақындайтын өте жоғары жылдамдыққа дейін үдетіледі. Электрондардың энергиясы неғұрлым жоғары болса, олар соғұрлым қалың үлгілерді тесіп өте алады және микроскоптың ажыратылымдылығын соғұрлым жоғары болады. Пушкадан шыққан электрондар әрі қарай линзалар жүйесіне түседі. Темде шыны линзалардың орнына электромагниттік линзалар қолданылады. Бұл не деген сөз?
Бұл ішінен электр тоғы өтетін мыс катушкалар. Тоқ жүргенде магнит өрісі пайда болады. Ал сол магнит өрісі ұшып келе жатқан электрондардың бағытын бұрып, оларды фокустайды. Тоқ күшін өзгерту арқылы біз линзаның үлкейткіш күшін оп-оңай басқара аламыз. Микроскоп колоннасында бірнеше линзалар қатары бар. Ең біріншісі конденсор линзалары. Олар электрон шоғының диаметрін және жарықтығын реттеп үлгіге біркелкі түсуін қадағалайды. Одан кейін ең маңыздысы объектив линзасы орналасқан. Үлгі дәл осы линзаның ішіне қойылады. Электрондар үлгіден өтісімен объектив линза олардан ең алғаш бейнені түзеді. Тем кескіннің сапасы, оның айқындығы 90% осы объектив линзасына байланысты. Объектив линзасының шыққан бейне әлі де өте кішкентай. Оны біздің көзіміз көретіндей етіп үлкейту үшін проекциялық линзалар қолданылады. Бұл линзалар жүйесі бейнені миллиондаған есе үлкейтіп, микроскоптың ең төменгі жағындағы флуоресцентті экранға немесе цифрлық детекторға проекциялайды. Дәл осы кезеңде бейненің соңғы масштабтары анықталып, біз монитордан металдың ішкі құрылымын көреміз. Алайда электромагниттік линзалар мінсіз емес. Олардың бойында бейнені бұзатын физикалық кемшіліктер, аберрациялар болады. Соның ішінде ең бастылары сферикалық аберрация және хроматикалық аберрация. Олар кескіннің айқындығын шектеп, суретті бұлыңғыр етеді. Қазір заманауи темдерде бұларды жою үшін арнайы қымбат аберрация корректорлары орнатылады. Электрондық пушка мен линзалар жүйесі тем жұмысының мызғымас негізі. Пушка сапалы электрондарды өндірсе, линзалар сол электрондарды басқарып, көзге көрінбейтін атомдық әлемді экранға шығарады. Осы жүйелердің дұрыс бапталуы мен мінсіз жұмысы металлургиялық зерттеулерде алынатын мәліметтердің аса жоғары дәлділігі мен сенімділігін толық қамтамасыз етеді. Дәрісімізді бекіту үшін сіздерге өзіндік жұмыс тапсырмалары беріледі. Бірінші тапсырмада экрандағы 5 сұраққа жауап беріңіз. Бұл жерде сіздер электрондық пушканың қызметін және оның ішіндегі катод, анод, венельд цилиндрінің рөлін, сондай-ақ электромагниттік линзалар қызметін түсіндірулеріңіз қажет. Екінші тапсырма электрондық пушка мен линзалар жүйесінің металлургиядағы маңызы туралы 5-6 сөйлемнен тұратын қорытынды жазу. Ал үшінші тапсырмада келесі беттегі кестені толтырасыздар. Катод, венельд цилиндрі, анод, конденсор және объектив линзаларының негізгі қызметтерін жүйелеп, нақты жазып шығуларыңыз керек. Осымен тем құрылысына арналған екінші тақырыбымыз аяқталды. Сабаққа зейін қойып қатысқандарыңыз үшін рахмет. Келесі дәрісте кездескенше сау саламатта болыңыздар.